В год своего 25-летия Ассамблея народа Казахстана продолжила активную деятельность по укреплению общественного согласия и единства. В течение года было проведено более 100 тысяч мероприятий, в которых приняло участие около 800 тысяч человек. Ассамблея алғашқылардың бірі болып, біз біргеміз республикалық акциясын іске асыруға атсалысты. Қазақстан Халық Ассамблеясы мүшелері жалпы сомасы 1 миллиард 497 миллион теңгеге көмек көрсетті. 2 миллион 200 мыңнан астам медициналық маска таратылды. Біз көп нәрсені жеңіп келе жатқан батыр бабалардың ұрпағымыз. Бұдан да өтеміз, Құдай бұйыртса. Пострадавшим от наводнения жителям Мактааральского района Туркестанской области направлено 335 тонн гуманитарной помощи и строительных материалов. В дни Курбанайта в рамках благотворительной инициативы Ассамблеи Мэн Алгыс семьям 7 тысяч медработников оказана помощь на 77,7 миллионов тенге. В рамках акции «Дорога в школу» 6 тысячам участников розданы ноутбуки. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Ассамблея Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын атап өтуге белсене атсалысты. Жыр орталығы онлайн жобалары, Абай 175 челленджі, халықаралық онлайн конференция, біз Абаймен біргеміз онлайн поэзия фестивалі өтті. Этнос өкілдері Абайдың өлеңдерін оқып, әлеуметтік желілерде 1000-ға жуық бейнероликтер жариялады. В год волонтера Ассамблеей создано 30 центров волонтерского движения. Оказана гуманитарная помощь 430 тысячам человек. Проведено 1200 мероприятий с участием 12 тысяч волонтеров. Реализован проект автоволонтерства. В каждом областном центре от 50 до 80 автомашин занимались развозом помощи, обслуживанием провизорных госпиталей. Мемлекеттік тілдің өрелін күшейту және оны этносаралық қатынас тіліне айналдыру мақсатында Қазақстан Халық Ассамблеясының қазақ тілін үйрену жөніндегі бірінші конгресі және дәстүрге айналған жыл сайынғы Ұлы даланың ұлтаралық тілі форумы өткізілді. Даналық әліппесі және Абай интерактивті кешендері енгізілуде. Қазақтану және мың бала мәдени ағартушылық жобалары іске асырылуда. Мәміле және басқа да қазақ тілін оқыту клубтары жұмыс істейді. Сегодня созданы все условия для расширения сферы применения государственного языка. Поэтому добрая воля, упорство, труд и настойчивость позволят нам воплотить в жизнь слова Елбасы Нурсултана Назарбаева. Будущее Казахстана в казахском языке.